Три семерки магазинде не болды? Қандай оқиға болды? Три семерки магазиніне тоқтадық. Сол кезде магазинге Удар кірді, Нұрқияс пен Шыңғыс кірді, Эльмира кірді. Эльмира Дизи алып шыққаны есімде. Сосын ол Дизиді капотқа қойды. Сол кезде Абзал ма, я шынасы Абзал қолын еңкейіп бір бәле сүртіп атқандай болды. Сол кезде маған айтты, Дизиді беріп жаш деді. Сонымен жарайды деп Дизиді беріп атқанда құя саш деді. Бүйтіп құйып атқанда, енді ол кезде қараңғы болған, қараққа бердім, мен қолын жуып жатыр деп ойладым. Сөйтіп қарасам, пышақтың жүзін көрдім. Шүкір. Содан кейін мә дедім де Дизині бердім де, өзім кетіп қалдым машинаға. Қайтар кезде жаңағы магазиннің қасынан шыққан кезде қару қандай да бір көрдіңіз бе? Қамажайдан шыққанда ма? Я Қамажайға алдыңғы орынға Шыңғыс немесе Абзал екеуісінің біреуі алып келіп қойды жаңағы. Алдыңғы орында машинадан кім отырды? Рульда Шыңғыс отырды, ал алдында Абзал отырды. Содан кейін ол мылтықты не істеді кейін? Жаңа айтқан пышағыңызды. Пышақты нақты есімде жоқ, жаңағы алдында тұрған нені мылтықты Закпалский трассаға ма, Хутордың трассасымен көтеріліп бара жатқанда жолдан бір жерге тоқтады. Сол жерден Шыңғыс машинадан алып түсті сол заттарды. Сол заттарды алып түсті, арғаттай кетіп қалды. Біз машинадан түсіп, темекі шегіп болғанша ол қолында ештеңе болмады.